Менің аты жөнім Оспангалиева Айгерім Әділбекқызы. Мамандығым дәрігер-стоматолог. 8 жылдық тәжірибем бар. Қазіргі таңда Dental Service клиникасында қызмет етемін. Негізгі тіс тазалаудың өзінің стандарты бар. Ол күніне 2 рет тазалау керек. Таңертең ұйқыдан тұрғанда және де кешкі жатар алдында тазалау керек. Ал күні бойы тамақтан кейін тісті ауыз қуысын шайқап отырған жақсы, және де қосымша жаңағы әртүрлі сағыздар қолдануға болады. Бірақ ол ұзақ мерзімді емес әрине. Стоматолог дәрігер ол жоғарғы білімді дәрігер, ал тіс технигі орташа білімді маман болып саналады. Бірақ екеуі тіс дәрігер жаңағы стоматолог ортопед пен тіс технигі екеуі өте тығыз байланыста жұмыс жасайды. Себебі дәрігер науқастан үлгі қалып алып, оны техникқа береді, а техник жаңа коронка, протезердің бәрін дайындайтын маман. Жүктілік мерзімі негізі ең тіс емдеуге қолайлы кез 2-ші триместр, яғни 3 ай мен 6 айдың арасында. Жүктілік кезінде тісті емдеуге болмайды деген ол қате пікір. Өйткені жүктілік кезінде тісіңі ауырса, әйел адам үшін де, бала үшін де үлкен стресс. Сондықтан да жүктілік кезінің 2-ші триместрінде тіс емдеуге болады. Өйткені ол 2-ші триместрда баланың қорғаныш барьері, яғни плаценталар барлығы қалпына келеді, және қазіргі таңда арнайы дәрілер, жансыздандырушы дәрілер бар. Олар балаға да, анаға да ешқандай зияны жоқ. Тісті жылдыртқаннан кейін, кем дегенде 2 жұмадан кейін протез, коронка салуға болады. Себебі 2 жұманың ішінде жаңағы тіс жұлынған орын, қызыл ет бәрі қалпына келу керек. Винирді қазіргі таңда өте актуалды сұрақ. Винирді негізгі функциясы ол сіздің тісіңіздің анатомиялық формасы сізге ұнамаса, немесе тісіңіздің түсін өзгерткіңіз келсе, осы винирді қолдануға болады. Брекет, пластинка ол екеуі 2 түрлі зат. Жалпы пластинканы өзінің жас ерекшеліктеріне байланысты 5 пен 12 жас арасында қоюға болады. Пластинканың негізгі мақсаты ол әртүрлі патологиялық жаңағы прикус болсын, соны алдын алу мақсатында балаларға пластинка кигізеді. Ал брекеттің мақсаты, пластинка ол көбінесе алынбалы-салынбалы болып келеді. Ал брекет система ол 1 рет салынады, кем дегенде 1,5-2 жыл онымен тағасыз. Брекеттің негізгі мақсаты ол әртүрлі патологиялық жаңағы ауытқулар болса, ауызда тістесуді жөндеу керек болса, осы брекет системаны тағамыз, қолданамыз. Ол көп кездесетін жағдай, негізі ол штабқа брекет салар кезінде жақсы маман дәрігер ортодонтты тауы керек. Онан кейін брекет салар алдында міндетті түрде снимок жасалынады. Міндетті түрде ақыл тістер жұлыну керек. Өйткені ақыл тістер жұлынбаса, кейін олар ақыл тістер шыға бастағанда орынның жеткіліксіздігінен алдыңғы тістерді итеріп, қайтадан тістеріңіз бұрынғы қалпына келуі мүмкін. Және брекетті қысқа мерзім емес, ұзақ мерзім таққан дұрыс. Брекетті шешкеннен кейін арнайы таңдай немесе тіл жақтан металлическая лигатуралар қойылады. Олар жаңағы сіздің алынған результатыңызды бір қалыпта ұстап тұру үшін. Және де арнайы жеке каппалар дайындалады, оны ұйықтар алдында киіп жатасыз. Тіс ағарту жалпы негізі тісті ағартумен жаңағы дәрігер-стоматолог айналысу керек. Себебі
Қазіргі таңда мысалы әлеуметтік желілерде өте көп жарнамалар бар. Үй жағдайында қалай ағартуға болады, немесе мысалы ойын-сауық орталықтарында бір арнайы косметологиялық креслоға отырғызып қойып, бір жарты сағаттың ішінде тісіңізді ағартып берем деген. Негізі тіс ағартумен жаңағы дәрігер-стоматолог айналысу керек. Ол кезде тістің жалпы жағдайын тексереміз бірінші. Қызыл еттің жағдайын тексереміз. Тісіңіз аса сезімтал болса, тісте мысалы пародонтоз болса, тістің мойнының жалаңаштануы болса, ол тіс ағартуға қарсы көрсеткіш болып табылады. Сондықтан да осының бәріне мән берген дұрыс. Қызыл еттің қабыну себептері өте көп. Соның бірі ең маңыздысы ол ауыз қуысының гигиенасының нашар болуында. Ал ауыз қуысының гигиенасы нашар болуы ол уақытылы профессионалды тазартудан өтпегеннен, ауыз қуысындағы қызыл ет асты, қызыл ет үсті тастарының болуынан, тісте тамақ қалдықтарының қалып қалуынан және жұмсақ жаңағы дақтардың болуы себеп болады. Және де одан басқа да ауыз қуысының гигиеналық заттары бар. Ол тіс щетка, тіс паста, әртүрлі шаятын ертінділер, жаңағы жіп бар, тісаралық ёршик дейміз. Осы гигиеналық заттарды дұрыс уақытылы қолданбағаннан. Ал біздің клиникада қызыл ет қабынуын емдеуге арналған арнайы аппараттар бар. Ол немецкий аппарат вектор система, кюретаж, механикалық тазарту. Тіс өте сезімтал болса, оның себебін анықтауымыз керек. Бірінші себебі ол эмальдің жұқарып кетуінен болуы мүмкін. Екінші себептердің бірі тіс щеткасының өте қатты болуынан, немесе тіс тазалау техникасын дұрыс білмеуден болады. Кариозды қуыстың болуынан болады, немесе тістің мойнының жалаңаштануы, пародонтоз себептерінен де сезімталдық жоғары болуы мүмкін. Неге бәрі қымбат? Бұл сұрақ бәріне қызық. Себебі стоматологиялық клиникаға қажетті құрал жабдықтар, материалдар, дәрі-дәрмектің барлығы бізде біреуі де Қазақстанда шығарылмайды. Оның бәрі шетелден келеді. Шетелден келгендіктен біз долларға тәуелдіміз. Яғни өздеріңіз білесіздер, жылдан жылға доллардың бағасының көтерілуіне байланысты біздің қызметіміздің де бағасы көтерілуде. Сонымен қатар ол бәр жерде енді баға әртүрлі стоматологиялық услуганың арзан, орташа, қымбат. Ол дәрігердің біліктілігіне де байланысты. Егер білікті маман, тәжірибесі мол маман, ол әрине арзан сұрамайды. Және де дәрігерлер өзінің біліктілігін арттыру үшін, білімін жетілдіру үшін шетелдерге оқуға барады, немесе шетелден бізге жаңағы лекторлар келеді, олардың бағасы да арзан тұрмайды. Сондықтан да баға солай. Жас стоматологқа енді бүгін ертең бітірген стоматолог болса, әрине ол тәжірибе жинау үшін біраз уақыт кетеді. Бірақ қазіргі жас буындар, жас стоматологтар өте білімді. Мен ойлаймын, мысалы 20-30 жыл тәжірибесі бар дәрігерге қарағанда жас буын жаңа технологияны, заманауи емдеуді тез қабылдайды, тез үйренеді. Оның бір несі, біз мысалы оқуға барсақ, семинар, мастер-класстарға барсақ, келген дәрігерлердің бір 80-90% жастар. Яғни жастар білімге құштар. Сондықтан да болашақ жастарда. Ақыл тіс деп аталу себебі де бар. Өйткені жаңағы жақ сүйектердің бәрі өсіп, қалпына келіп, адам кішкене жас толғаннан кейін негізі 25 жас деп айтады, бірақ әр адамда әртүрлі. Ол 18-де де, 25-де де, 40 жаста да шығуы мүмкін. Ақыл тіс ол ең кеш шығатын тіс болғандықтан ақыл тіс деп айтқан. Бірақ енді мен ойлаймын, ақыл тісі барлығы шыққан, бірақ ақылы жоқтар да бар ғой. Имплантты, егер сіздің мысалы тістеріңіз жұлынған болса, сол тісті қалпына келтіру мақсатында импланттар қоюға болады. Имплант деген
тіс жаққа жаңағы титановый имплант бұралады. Ол екі этапта болады. Бірінші жаңағы титановый имплант бұралады, екінші коронкасы салынады бірнеше айдан кейін. Имплант салуда жалпы өте мән беретін жағдай. Қазір екінің бірі имплант салады. Сондықтан да имплант салуда аса имплантологты дұрыс таңдау керек. Және де ол дәрігер имплантологтың біліктілігіне мән беру керек. Өйткені көп қойылатын сұрақ, жаңа ағза қабылдамауы мүмкін ба деп. Ондай енді жағдайлар болған емес осыған дейін. Имплантты егер дұрыс, білімді, тәжірибесі мол имплантолог қойса, ол сізге ұзақ мерзімді қызмет етеді. Ондай местный анестезияны, жаңа жергілікті жансыздандыруды қабылдамайды деген дүние жоқ негізі. Бар қабылдайды. Бірақ мысалы әртүрлі жағдайлар болады. Өте қорқатын адамдар болады. Немесе психикалық ауытқушылығы бар науқастар болады. Ондай пациенттермен былай стоматологиялық креслода жансыздандырып жұмыс істей алмайсың. Физически сен жұмыс істей алмайсың. Ондай кезде жаңа общий наркоздың көмегімен де істеуге болады. Қайдан оқуға болады? Негізі сіз дәрігер, стоматолог болғыңыз келсе, әрине жоғары білім қажет. Мен өзім Семей мемлекеттік медицина университетін бітірдім. Ал егер сіз мысалы тіс технигі болсаңыз, оған арнайы орта білімде жеткілікті жаңағы колледждар бар, арнайы оқитын. Бұл мамандық маған өзіме өте қатты ұнайды. Енді себептер өте көп. Жалпы дәрігер деген мамандық қашанда салмақты, жаңа жауапкершілігі мол мамандық қой. Біріншіден сол жағымен ұнайды, екіншіден сен адамдарға менің пайдам тиеді, көмектесе алам. Яғни адамдардың еркін сөйлеуіне, алаңсыз күлуіне және тамақ шайнау функциясын атқара алуына мен бір үлесімді қосам. Сонымен қатар сенің еңбегің әрқашанда бағаланады. Ең бірінші бұл стоматолог мамандығын таңдар кезде сізге бұл мамандық ұнау керек. Сізге бұл мамандық қызық болу керек. Жаңағы ата-ананың айтқанымен, біреудің нұсқауымен емес, өзіңізге ұнап, бір қызығушылығыңыз болса, сондай кезде бару керек бұл салаға. Қазір енді заманауи стоматология деген ол дамыған ғой. Бұрынғыдай ауыртпайды, жансыздандырғыш дәрілер өте сапалы, ешқандай ауырсыну сезінбейсіз. Енді менің алдыма өте бір қатты дәрігер стоматологтан қорқатын науқас келсе, мен бірінші сөйлесемін, әңгімелесемін, жасайтын жұмысымды түсіндіремін. Мен қазір не істеймін бірінші, екінші не істеймін, оның ауырмайтынын айтып жеткіземін. Емдеу барысында міндетті түрде науқаспен контактыда боламын, міндетті түрде сөйлесіп отырамын. Сөйтіп әңгімелесіп отырып жұмысымыз да бітеді. Жалпы менің былай айтқанда көңілім толмайтын дүние бар деп па. Ол мысалы жас бітіріп келген мамандарда, биыл бітіріп келген мамандарда көбінде тәжірибе болмайды. Оның себеп салдары жаңағы жоғары оқу орнының қабырғасында жүргенде бізде көбінесе теориялық білім беріледі де, практика болмайды. Оның практиканың болмауын да бір жағынан мен себебін білемін, өйткені жаңағы стоматологиялық құрал жабдықтар, дәрі-дәрмектер біраз ақшаны керек етеді ғой. Соның салдарынан мысалы студенттер қиналады. Осы студенттерге, университет қабырғасында жүрген болашақ дәрігерлерге көбірек практика болу керек. Көбірек ізденіс болу керек. Мысалы университетте практика болмағанның өзінде жаңағы кез келген қазір не көп, жеке меншік стоматологиялық клиника көп. Соған барып, тәжірибе алмасып, үйреніп, көбірек тәжірибе болғаны өздеріне жақсы. Жалпы ауыз қуысының саулығы, ол деннің саулығы, жанның саулығы, тәннің саулығы.